элементтердің периодтық жүйесінде 15-ші тобында орналасқан бейметалл элемент. Табиғатта фосфор апатит деп аталатын минералдың құрамында болады. Біздің денеміздегі сүйектердің 1% фосфордан тұрады. Таза фосфор 4 аллотропиялық модификацияда болады. Олардың ішінде ең көп таралғаны қызыл фосфор. Қызыл фосфор ауадан ылғалды оңай сіңіретін қою қызыл ұнтақ. Уақыт өте қызыл фосфор ауаға әсер еткенде полифосфор қышқылының түзілуіне байланысты қатып қалады. Күнделікті өмірде біз фосфорды сіріңке қорабында кездестіреміз. Сіріңке қораппен үйкеліс процесі кезінде сіріңке басының құрамындағы калий хлораты тұтанып, жылу бөліп фосфорды тотықтырады. Қызыл фосфор ауада жақсы жанады және де таза оттегіде одан да жақсы жанады. Таза оттегімен толтырылған колбада жанып тұрған фосфор көп мөлшерде жарық шығарады. Бұл реакцияны үлкен кеңістікті жарықтандыру үшін қолдануға болады. Шамда пайда болған түтін фосфор оксиді. Қызыл фосфор өте тұрақсыз формада сублимация процесі арқылы ақ фосфорға айналуы мүмкін. Ақ фосфордың улылығы жоғары, ауада белсенді түрде тотығады және түтін шығарып фосфор оксидін түзеді. Сондықтан ол суда сақталады. Қараңғыда ауадағы оттегінің тотығуына байланысты ақ фосфор жарқырайды. Бірақ жарқырауы өте әлсіз болады. Қараңғыда жарқыраған элементтердің барлығын фосфор деп ойлау өте қате. Ойыншықтар ақ фосфордан ешқашан жасалынбайды, тек сағаттарда қолданылады, беті басқа металмен қапталады. Себебі ақ фосфордың жылы бетке қойғанда не болатынын қараңыз. Ол бірден еріп тұтанады, температурасы 800 градус Цельсийден асады. Ақ фосфор кез келген бетте жанып, айналасындағылардың бәрін тұтандырады. Сондықтан оны адамдар кейінірек Женева конференциясы мен тыйым салынған тұтандырғыш оқ-дәрілер жасау кезінде қолдана бастады. Ақ фосфор кейбір полярлы емес еріткіштерде, мысалы, бензол және көміртегі дисульфидінде жақсы ериді. Көміртегі дисульфидінде ақ фосфордың ерігіштігі өте жоғары. Көміртек дисульфидіндегі фосфордың осындай ерітіндісіне қағазды батырсаңыз қызықты әсерді көресіз. Уақыт өте келе күкіртті көміртегі буланып, жұқа ақ фосфор қалады. Ол кейін өздігінен тұтанып қағазды күйдіреді. Фосфордың тағы екі түрі бар, қара және металл фосфор. Олар табиғатта өте сирек кездеседі. Қазіргі кезде фосфор ауыл шаруашылығында тыңайтқыш ретінде қолданылады.